Мен мойындаймын, менің кінәм. Енді осы кінәмді жуып шаю үшін маған аз ғана уақыт берсеңіздер рұқсат болса. Енді сен сұрағың бар да, сен біздің осы жамағатымызда бізден 80 адам болдық дедік қой, иә? Сол 80 адамның сен маған 3 рет айтасың. 80 адамның ақша алғаным рас. 80 адам ақшасы мынандай болды. 3 рет сұрайын, 3 рет алғаным рас деп айтшы. 180 адам аға. 180 адам. 180 адам. Біздің группаны айтып отыр. Айтшы, қанша алдың? Қанша адамың бар қазір шама? Жалпы мен 180 адам ұшыра алмай қалған рас. 180 адам ұшыра алмай қалғандығым рас. 180 адам құрметті жамағат ұшыра алмай қалғандығым рас. Сомасын айтайын. Енді 180 адамның біреуінен 400 жинадым, біреуінен 450-ден алдым, енді бірлерінен 500-ден алдым. Жалпы сумасы 100 миллион теңгені құрап тұр. Осындай суманы алғандығым рас. 180 адамның сумасының барлығын алғандығым рас. Алланың атынан ант беремін. Алла тағаланың атынан ант беремін. Егер өтірік сусынын ішетін болсам, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үмметіне болмай кетейін. Сол себептен де Аллах тағаланың атымен ант қыламын, құрметті жамағат. Бәрін кіргенде өткіздім. Енді бір сұрақ. Шын мәнінде бұл ақша қайда кетті? Енді қараңыз. айтылды осы аға. Ұзақ әңгіме ол. Енді мүмкіншілік болса мен бір айтып өтейін. Негізінде қысқа да нұсқа айтайын. Мысалы үшін 1000 теңгенің затын 200 теңгеге сатып отыр. Оны сатқан себебі негізінде біздің басына ашылған мақсат адам көбірек басса, шынымен Қазақстанға. Біз үстінен азғантай ғана пайда қосатын болса, әуелен бізді ешкім танымайды. Сол үшін бір аудитория жинасақ, өзіміздің бір клиентская базамыз болса, өзіміздің бір тұрақты қажыларымыз болса, олардан келетін қажылар болса деген ниет болды. Біз негізі соған келе жаттық, бірақ мынау енді соның шығындарын қай кезде өтейміз деген кезде февраль, март, апрель. Енді арабша шариға айтатын болса, Шағбан, Рамазан, Ережеп деген бұл сезон айлары. Осы кезде адам көп болады. Осы кезде үстінен қойылған сумамызда білінбейді. Жаңағы жақсы адамдар да жинап қаламыз көп. Біз бұны игере алам деген ойда болдым мен. Бірақ енді құл жеймін деп тұрды, Құдай білет бұйыртты. Ол нәрсені істей алмай қалдым, мойындаймын. Бұл жерде мені кінәні толықтай мойныма алам. Сол себепті. Ал енді жаңа кеше көрсеттім чектерді, төленгені бар, Жазира Airways'ке ниетті екенін көрсеттім. 10% шынымен төледім, предоплатасын. Тағы да 10% предоплатасын төлеген. Жаңағы елерде де төлеген, кейбіріңіздің визасын да істеп бердім. Виза бар. Қалғасын жасай алмаған еді. Мен осы Алматыдан Жазира Travel деген компанияға қажылыққа барамыз деп отбасымда әйелім және қайын ата енем 4 адам болып барамыз деген. Бұл компания бір алаяқ компанияға тап болып қалдық. Әрқайсымыздан 400 мыңнан 1.600.000 теңге алған. Сол ақшаны енді не қажылық жоқ, кеше ұшамыз дегенбіз. Ұшалмады, не қажылық жоқ, не ақша жоқ. Осындай жағдайға тап болды. Енді бүгін соны полицияға бердік. Полиция Әуезов аудандық басқармасына келіп қазір енді алып кіріп кетті ол жігітті. Ендігі есімі кім ол жігіт? Мейіржан. Мейіржан Рыскелдиев, Мейіржан Бауырұлы дейді. Бұл жігіт өзін Жазира Travel компаниясының өкілімін деп таныстырып, телефон арқылы ақша құйдық бұған. Каспиймен. Переводпен қоя? Переводпен жасады. Елдің бәрі переводпен жасаған екен. Астанадан, Қарағандыдан, Семейден, Жезқазғаннан, Шымкенттен, Атырау, Ақтөбеден келген адамдар бар дүниеде. Бәрі осындай 190-200-ге жуық адам ғой. Соны әрқайсынан кейбіреуінен 500 мыңнан алған, кейбіреуінен 400 мыңнан алған. Ұзынағаштың бір жігіттері 15 адам болып келген екен, олардан 350 мыңнан алған ба? Енді жағдайымыз осы. Барлық сома қанша? 100 миллиондай болады деп жатыр. 100 миллион теңгедей болады. Орташа есептен солай есептеп жатыр. Ақшаны қайырам деп кеше бір күн маған мұрсат беріңіздер деп, соны 100 миллион ақшаны қайдан қайрап деп
Бирок эndi адами тургулукта уруксат бердик. Оған енді ол өзінің уәдесін орындай алмады. Орындай алмағаннан кейін бүгін осы бүткіл елге жаңағы СМИді шақырып, сіздерді шақырып, осы жария етуге тура келді. Енді біз алдансақ та біздің артымыздағы басқа момын қазағым алданып қалмасын деген ниетпен сіздерді шақырып, бүткіл елге тарасын. Жазира трейдинг компаниясы мүлдем жоқ екен, еш жерде тіркелмеген, лицензиясы жоқ, өтірік компания болып шықты. Бұның алдында менің інілерім, келіндерім, кіші шешем бәрі барып келген. Осы компания. Бұл компания ақырын адамдарды апарып дәндеткен да. Енді әрқайсы туыстар арқылы келген, біреу дос арқылы келген, сонда келген адамдар мыналарындай. Адамдардың алдында бір-екі рет апарып келген, сонымен крупный мынандай ақша адамды жинағанда, сонымен топ еткізіп лақтырған ғой.